Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Облыстық номері 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістеме библиография бөлімі әзірлеген 2021 жылға берілген Арқалық қаласындағы атаулы күндер күнтізбегіндегі мерейтой иелері жайлы бейне шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ақпан айында туған мерейтой иелері: Баймағамбетова Бағила Бірмағамбетқызы 1951 жылы 1 ақпанда Торғай облысының Амангелді кентінде дүниеге келген. 1972 жылы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының шетел тілдері факультетін француз тілінің оқытушысы мамандығы бойынша аяқтаған. Қызметтік жолын қарапайым мұғалімдіктен бастап, небір басшылық қызметтердің сатысынан өтті. Бағила Баймағамбетова құрмет орденімен Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл, Қазақстан Республикасының парламентіне 10 жыл мерейтойлық медальдарымен және Ыбырай Алтынсарин атындағы медальмен, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері төсбелгісімен, ТМД парламентаралық ассамблеясының құрмет грамотасымен марапатталған. Тәуелсіз Қазақстанның дамуына Қостанай облысы әйелдерінің қосқан үлесі сыйлығының лауреаты, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры. Нұрғазин Мырзакен 1921 жылы ақпан айының 17 күні Қостанай облысы Амангелді ауданының бұрынғы Сартал ауылдық кеңесіне қарасты Қабырға өзенінің жағасында дүниеге келген. 1940 жылы Қостанайдағы акушер-фельдшер дайындайтын мектепті бітірген. Содан кейін Қызыл армия қатарына алынып, Подольскідегі номері 469 госпитальға санитарлыққа жіберілген. Ерлігі үшін медальдің, Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғыс орденінің және мерекелік медальдардың иегері. Елге оралғаннан кейін аудандық санитарлық эпидемиологиялық станцияда эпидемиолог дәрігер, осы мекеменің меңгерушісі. Кейін аудандық ауруханада көп жыл қызмет істеп зейнеткерлікке шығады. 11 баласы, олардан туған немере шөберелері бар. Ұлағатты ұстаз, ақын, спортшы Оташев Сейтқали Сабыржанұлы 1951 жылы 22 ақпанда Қостанай облысы Амангелді ауданы Қайыңды ауылының Қараторғай елді мекенінде дүниеге келген. 1981 жылы Жезқазған педагогикалық институтының көркемсурет графика факультетінде білім алды. 1981-1996 оқу жылдары аралығында өзі еңбек еткен Жас буын орта мектебінде жеткіншек ұрпаққа өнер білімінің осы саласынан сапалы білім беріп, кейін Арқалық қаласындағы номері 1 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебінің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі, сызу, бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі қызметін атқарды. Сейтқали Сабыржанұлы 2016 жылы әкесі Сабыржан Оташұлының 90 жылдығына арнап, әкесі туралы естеліктерден жүрек төріндегі жарқын бейне атты кітабын құрастырып шығарды. Сыздықова Зұлқия 1936 жылы 25 ақпанда Жангелдин ауданында дүниеге келген. Дәрігер, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының еңбек сіңірген фармацевті. Торғайдағы алғашқы жоғары білімді медицина мамандарының бірі болды. Алматы мемлекеттік медицина институтын бітірген. Еңбек жолын Торғай кентіндегі 7-ші дәріханадан бастап, бірыңғай осы мекемеде қызмет атқарды. Құрметті оқырман қауым, ақпан айында дүниеге келген мерейтой иелері жайлы ақпараттарды облыстық номері 2 әмбебап ғылыми кітапханасы әдістеме библиография бөлімінен алып таныс бола жүруге шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.